мен төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияға қалада карантин енгізу туралы ұсыныс енгіздім. Бұл шешім 1 сағат бұрын қабылданды. Қалада карантин 19 наурызда түнгі сағат 00-ден енгізіледі. Алматыдағы карантиннің басты мақсаты инфекцияның таралуын тоқтату. Міндет қаланың сыртқы периметрін қатаң бақылауға алу және қала ішінде қатаң карантин режимін енгізу арқылы инфекцияның таралу жолын тоқтату. Негізгі шаралар: мегаполисте өзін-өзі оқшаулау және үй карантины механизмдері арқылы эпидемияға қарсы ауқымды іс-шараларды жүргізу. Көшелерді, тротуарларды жуу және дезинфекциялау арқылы жұқтыру органдарын бұғаттау. Қоғамдық орындарда, тұрғын үйлерде санитарлық эпидемиологиялық дезинфекцияны күшейту және іргелес аумақтарды санитарлық тазалау. Азаматтар мен автокөлік құралдарының Алматы қаласы аумағына кіріп шығуын шектеу. Алматы қаласына кіреберістерде 27 блок бекеттерін орнату. Блок бекеттерінде патрульдік полиция полкының, Қорғаныс министрлігі мен ұлттық гвардия бөлімшелерінің күштері жұмылдырылады. Сонымен бірге, қалаға бірінші қажеттіліктегі тауарларды, азық-түлік өнімдерін, дәрі-дәрмектер мен медициналық өнімдерді жеке қорғану және гигиена құралдарын әкелу үшін жасыл дәліз жүзеге асырылады. Карантин кезеңінде балабақшалардың, азық-түлік емес сауда орындарының, яғни базарлардың, азық-түлік өнімдері мен дәрілік заттарды сататын орындардан басқа ірі сауда ойын-сауық орталықтары мен сауда үйлерінің жұмысы тоқтатылады. Біз тұрғындарға алматылықтардың карантин талаптарын білуі, қаладан уақытылы шығу мен кіру үшін бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер және мессенджерлер арқылы толық және жүйелі түрде ақпараттар беріп отырамыз. Коронавирусқа қарсы қалалық штаб туындаған мәселелерді жедел қарап, шұғыл шаралар қабылдайтын болады. Алматы аумағында шектеу, алдын алу және індетке қарсы шаралардың толық тізбесі жақын арада қала әкімдігінің барлық ресми ақпараттық ресурстарында жарияланады. Құрметті алматылықтар, біздің әрқайсымыз үшін аса жауапты сәт туды. Карантин режиміне орай мегаполистің бүкіл тіршілігі жаңа ережелердің талаптарына сәйкес қайта құрылады. Карантин қолайсыздық тудырып, әдеттегі қалыптасқан тіршілік дағдысын бұзуға мәжбүр етеді. Бұған түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын. Карантин біздің ортақ қауіпсіздігіміз, қаланың, жақындарымыздың қауіпсіздігі үшін енгізіледі. Төтенше жағдайда әрбір қала тұрғынының саналы әрекеті мен қоғамдық тәртібі өте маңызды. Біздің ұстамдылығымыз бен ынтымақтастығымыз, сенімді әрекетіміз, өзара жанашырлығымыз бен